Ертең оқимыз. Мистер Уонка мен үнді бекзадасы. Пандичери бекзада мистер Уилли Уонкаға Үндістанға келіп, түгелдей шоколадтан жасалған үлкен сарай салып бер деп өтініп хат жазады. Пандичери деген бекзада мистер Уилли Уонкаға Индияға кел деген ғой, Үндістанға келіп, маған шоколадтан үлкен сарай салып бер дейді. Сарай деген дворец. Қойма шоколад. Шоколадтан. Уилли Уонка ма? Мистер Уилли Уонка сондай хат жазған ғой Пандичери. Бізге келіп, сондай сарай салып берші. Мистер Уонка сарайды сала алды ма, ата? Деп Чарли сұрап жатыр атасынан. Атасы айтып отыр ғой енді. Әрине сала алды. Және қандай сарай десеңші? Ол сарайда 100 бөлме болды. Барлығы не қоңыр, не ақ шоколадтан жасалды. Кірпіші де шоколадтан, кірпіштерді біріктіріп тұратын цемент те шоколадтан, терезелері де, қабырғалары мен шатыры да шоколадтан, кілемдер мен паннолар, жиһаз да шоколадтан жасалды. Ваннадағы қол жуғыштың бұрандысын бұрап қалсаң, ыстық шоколад аған. Бірақ сарайды салып біткен соң, мистер Уонка Пандичери бекзадаға бұл ғимарат ұзаққа шыдамайды. Тезірек жеп қою керек деп ескертеді. Сандырақ, мен сарайымды жемеймін. Керек десеңіз, баспалдағына кетік те түсірмеймін. Қабырғасын да жаламаймын. Мен бұл сарайда тұрамын, дейді бекзада. Тым жемеймін, сөйтіп өмір сүремін. Әрине, мистер Уонканың айтқаны дұрыс болатын. Көп кешікпей, күн қатты ысығанда ғимарат ери бастайды. Сол кезде бөлмесінде ұйықтап жатқан әумесер бекзада қоңыр шоколад көлдің ортасында жүзіп бара жатқанда барып, бірақ оянды. Ұйықтай берген ғой, оянса, сарай еріп, көл болып кеткен ғой, шоколадтан. Не болып жатыр? Сол жүзіп шыққан оянған ғой. Кішкентай Чарли кереуеттің шетінде атасына барлай қарап үнсіз отыр. Жүзі нұрланып, көзінің қарашығы үлкейіп, шарасынан шыға жаздап барады. Чарли таң қалып отыр екенді тыңдап. Сен сияқты. Сіздің айтып отырғаныңыз шынымен болған оқиға ма? Қалжыңдап отырған жоқсыз ба? Шын, деді 4 қария бір ауыздан. Әрине шын. Сенбесең, кез келген адамнан сұра. Мен саған тағы бір шындықтың бетін ашып берейін, деді Джо ата немересіне жақындай отырып. Құлағына ақырын сыбырлап, ол жерден ешкім ешқашан шықпайды. Қайдан шықпайды? Деп сұрайды Чарли. Қайдан шықпайды? Кәсіп. Ол жерге ешкім де кірмейді. Қайда кірмейді? Деп сұрады Чарли. Айтамын қайда? Уонка фабрикасына әрине. Сонда не айтпақсыз ата? Жұмысшыларды айтамды. Жұмысшыларды? Кәсіп орын атаулының бәрінде таңертең кіріп, кешке шығатын жұмысшылар болады. Жұмысқа азанда барып, кешке қайтады ғой. Ал Уонка фабрикасында ондай адамдар жоқ. Сен онда біреулер кіріп шығып жүргенін байқадың ба? Кішкентай Чарли қариялардың 4-еуіне терге қарап шықты. Оларды балаға сабырлы қалыпта сынай қарап отыр. Жүздері күліп тұрғанымен, ойнап айтудың да, өтіріктің де еш табы жоқ еді. Нені таппайды? Енді айтатқаны, Чарли сенбей отыр да оларға. Ата-әжелері қарап отыр да былай. Шын айтып жатыр ма, өтірік айтып жатыр ма деп ше. Бірақ олар бетіне былай қарап, спокойно отыр.
Сабырлы бол. Иә, байқадың ба? Деді Жоғата сұрағын тағы қайталап. Чарли сосын білмеймін, деді Чарли кекештеніп. Мына жерде. Мен жанынан өткенде қақпасы жабық тұратын сияқты еді. Міне, көрдің бе? Әйтсе де, ол жердің жұмысын істейтін адамдары болу керек қой. Мәселе сонда. Бұл мистер Уилли Уонканың тағы бір қулығы. Ол да бір не дейді, қулық. Қу деген бәрі. Хитрый ғой. Чарли есіктің аузында тұрған миссис Бакет баланы шақырды. Жататын уақытың болды. Бүгінше осы жетеді. Аяғына дейін тыңдайыншы, мама. Ертең тыңдарсың, балам. Дұрыс, деді Жоғата. Қалғанын ертең айтып беремін. Қалған ертең оқимыз, 4-ші бөлімді ертең оқимыз. Жұмбақ жұмысшылар. Загадочные работники. Кто это? Я знаю. Кто это? Умпа-умпа. Умпа-лумпа. Көрем здесь. Я знаю умпа-умпа. Ертең оқимыз. Умпа-умпа. Умпа-умпа.